5-ші орын Биг Мом, Шарлотта Линлин. Биг Мом қарапайым қарақшы емес, бұл бір өзі әскери мемлекет. Әр баласы министр, генерал, елші. Ол құрған Тоттоленд әлемдегі ең тұрақсыз, ең қауіпті бейбіт аймақ. Биг Момды неге қауіпті дейміз? Біріншіден, психологиялық тұрақсыздық. Кішкентай нәрсеге ашуланса, қаланы жояды. Туған күн тортын таба алмаса, мыңдаған адам өліп кетуі мүмкін. Екіншіден, жан рух энергиясын тартып алу қабілеті. Ол сенің өміріңді күшпен жұлып алады, тіпті сені тірідей тәттілерге айналдыра алады. Үшіншіден, оның балалары 85 баласы бар. Олардың әрқайсысы өз алдына күш. Биг Мом хаос, ол тым эмоциялы, тым күшті және ештеңеден қорықпайды. Сондықтан біз оны біздің бүгінгі тізіміміздің 5-ші орнына қойдық.